Құрметті оқырмандар, сіздерді бүгін Ғабиден Мұстафиннің Шығанақ романымен таныстырғымыз келіп отыр. Қазақ әдебиетіндегі еңбекшілер өмірінен үлкен суреттер жасаған, кезең шындығынан жарқын бейнелер туғызған шығарманың бірі Ғабиден Мұстафиннің Шығанақ романы. Шығанақ романы тарыдан әлденеше рет әлемдік рекорд өнім алған еңбек ері Шығанақ Берсиев туралы, оның еңбек тәжірибесін қорытудан туған көркем шығарма. Шығарма сюжеті негізгі 3 желіден тұрады. Шығанақ характерінің ашылу тарихы, махаббат, патриотизм. Осылардың барлығы басты кейіпкер Шығанақтың болмыс бітімінде тоғысады. Шығанақ характері оның тары өнімін молайту жолындағы қажырлы күресі барысында ашылады. Тарыдан мол өнім алу Шығанаққа оңай түспейді. Су маманы төкен секілді аяқтан шалушыларды былай қойғанда, диқан бастаған іске сенімсіздік көрсеткен адамдар, кедергілер аз болмайды. Шығанақ еңбекқор диқан ғана емес, адамдық асыл сапаларды бойына жинақтаған, аса ақылды, байсалды, әңгімешіл, кішіпейіл, айналасындағы адамдарды баурап алардай қасиеті бар тұлға. Бұл шығарманың өн бойынан айқын көрініп отырады. Романның негізін ашатын кілттің бірі махаббат тақырыбы. Олжабек пен Жамал, Амантай мен Жанбота секілді кейіпкерлер ұзақ жылдар көрісе алмай сағынысып күндерін өткізеді. Бұл ретте Ғабиден қазақ дастандарының дәстүріне бағынып, соны сюжеттермен романды мазмұндық тұрғыдан байытқан. Романның алғашқы тарауының өзі бас кейіпкермен емес, Олжабек пен Жамалдың көшінен басталады. Шығанақтың жанқиярлықпен еңбек етіп әлемдік рекорд жасауы және соны соғыс жеңіс мүддесіне арнау жолындағы суреттер басты кейіпкер тұлғасын асқақтата түседі, отанға деген сүйіспеншілігін танытады. Шығанақ романы бұл адамның әлемдік рекорд жасаған ерлігін көрсету жолымен қазақ халқының шығармашылық қабілетін қандай екендігін танытқан, әлемдегі қай халықтан да кем түспейтін жаңашыл рухын тамаша реалистік қуатпен суреттеп берген шығарма. Сөйтіп, жазушы сайы мен саясы мол өмірді, қаға берісі мен қалтарысы көп адам тағдырын бар болмысымен тұтастай ашады. Құрметті кітап сүйер қауым, сіздерді кітапхана қорынан және шығарманың электронды нұсқасын кітап KZ сайтынан алып оқуға немесе аудио нұсқасын тыңдауға шақырамыз.